Мына суретке бір қараған кезде көзіңізге ең алдымен түскен қандай жануардың бейнесі? Соған қарап, сіздің мінезіңіздің басты ерекшеліктері туралы айтуға болады. Сонымен, ең бірінші бұл аю. Егер де алдымен көзіңізге аю түскен болса, онда бұл сіздің табандылығыңызды көрсетеді. Яғни сіз әрдайым мақсатқа жету жолында қайткенде де дұрыс, оңтайлы тәсілді тез тауып кетесіз. Сіз алған бетіңізден қайтпайтын бір беткей жансыз. Бұндай адамдарды әдетте барлығы құрметтейді. Себебі қандай да бір сынақ келсе де олардың ішкі күшін сындыра алмайды. Оларға күш пен энергия беріп тұрған сіздің басты сипатыңыз бұл ер мінезділігіңіз. Екінші, егер де сіздің көзіңізге алдымен ит түскен болса, онда бұл сіздің қамқорлығыңызды және адалдығыңызды білдіреді. Сіздің досыңызды ренжітіп қоюыңыз мүмкін болып тұрған жағдайдың өзінде де өтірік айтқыңыз келмейді. Дәл осы ашық мінезіңіз бен шыншылдығыңыз және өткір тіліңізден әртүрлі мәселелерге тап болып жүруіңіз мүмкін. Алайда сізден жақындарыңыз қандай жағдайда да теріс айналмайды. Себебі сіздің оларға көмектесу үшін барлығына дайын екендігіңізді білгендіктен де басқалардың игілігі сіз үшін өзіңізге қарағанда маңыздырақ. Сіздің мықты жағыңыз ол сіздің шыншылдығыңыз бен адалдығыңыз. Үшінші, алдымен мысықты байқаған жандар бұл өз табиғатында өте жұмбақ әрі тартымды адамдар. Олар адамдарды өзіне магнитше тарта алады. Олар кез келген адамды өзіне қызықтырып алып кете алады. Алайда олар өзіне пайда түсетін жерді байқаған болса, көп нәрсені құрбан ете алады. Олардың басты сипаты тартымдылығында. Егер де алдымен көзіңізге маймыл түскен болса, онда сізді басқалардың көңіл күйін көтеруді жақсы көретін оптимист адам деп сеніммен айтуға болады. Сіз өзіңізде және сіздің айналаңыздағылардың да бақытты болу үшін барлығына барасыз. Бірақ көп адамдар сізді жеңілтек деп ойлап қателеседі. Шын мәнісінде жағдай талап етіп тұрса, онда сіз байсалды әрі барлығын алдын ала ойлап жүретін жанға айналып кете аласыз. Сіздің мықты жағыңыз бұл позитивті энергияңыз. Бесінші, жарғанатты бірінші болып байқаған адамдар. Бұларды көбінесе айналадағы адамдар түсіне бермейді. Олар дәл қазір өте керемет көңіл күйде болып, өмірге риза кейіпте, қуанып, шаттана күліп жүрген болса, келесі күні өте терең депрессияға бірден түсіп кетуі мүмкін. Кей кездері бұндай адамдар ең жақын деген адамдардың өзіне де қолайсыз жағдайлар тудыруы мүмкін. Олардың басты сипаты депрессивтілігінде. Сонымен достар, сіздерге арналған қысқаша психологиялық тестіміз осындай. Егер де тест ұнаса, оған лайк басып, және төменде өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетсеңіз болады. Және де алдағы біздің тағы да осындай қызықты тесттерімізді жіберіп алмау үшін подписаться батырмасын баса кетіңіз. Көріскенше күн жақсы болсын. Сіздермен болған пайдалы психология арнасы.